Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз дәмі керемет болып шығатын зімбір ұнтағы қосылған печенье пісіреміз. Бізге қажет заттар: ұн, зімбір ұнтағы, таза какао, корица және ас содасы, қант, сары май, бал және бір жұмыртқа. Шамамен 500-600 грамм ұнға аздап ас содасы, 2 шай қасық зімбір ұнтағы, 1 шай қасық какао және 1 шай қасық корица қосып араластырамыз. Бөлме температурасындағы 100 грамм сары майға 100 грамм қант қосамыз және 1 жұмыртқа қосып араластырамыз. Үш ас қасық балға қасықтың ұшымен аздап сода қосамыз және отқа қойып ысытып аламыз. Балды ысытып, оған сода қосқан кезде бал көпіріп көбейе бастайды. Ол дұрыс, заңды құбылыс. Балды қосып араластырғаннан кейін ұнды 2-ге бөліп қосып араластырып қамыр илейміз. Қамырды кемінде жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Менде бұл жерде жаңағы қамырдың жартысы, оның бетіне целлофан жауып жаямыз, беті тегіс болу үшін және оқтауға жабыспау үшін. Енді қамырдан әртүрлі формаларды жасай бастаймыз. Бұл енді өз қиялыңызға байланысты. Бұл процеске кішкентай балаларды қатыстыруға болады. Қамырдың қалыңдығы 5-6 мм. 180 градуста қыздырылған пеште 10-12 минуттай піседі. Егер қаласаңыз, қант пудрасы мен жұмыртқаның ағын қосып араластырып, глазурь жасап, әртүрлі суреттер салуға болады. Бұл ең жиі жасалатын және ең сүйікті печеньеміз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса, лайк қойып комментарий жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.